Махаббат апайды ортаға шақырайық, бір жақсылап, қошеметті қол соғып қойыңыздар. Рахмет. Микрофон өзіңізде бірінші рет па? Иә, бірінші рет. Білесіз ғой? Білген жерден рахмет, үлкен құрмет, Дархан Эльмира. Осы аяулымның тұсаукесіңіз деп ұсынып жатқандарыңыз үшін үлкен рахмет. Негізі біздің үйде тұсаукесудің шебері бар, Қанат Шайхсанович деген. Ширақ қой, елдің бәрі сол кісіге кескізеді. Бәлем баланың тұсауын кесіп тастаған. Мен енді бірінші рет дегенмен әртүрлі дау-дамайлар болып жатады ғой. Негізі әйгілі батыр бабамыз Бауыржан Момышұлының келіні Күлә Ахметова, Зейнеп Ахметова апамыздың Күле тамыр деген кітабында қазақтың барлық салт дәстүрі жазылған. Сонда айтады, жіпті айқастырып байлауға болмайды, және жіпті бір үлкен адам байлап беру керек деп Сәуле апайды ортаға шақырғым келеді, жібін байлап берсін, мен кесетін боламын сосын. Одан кейін пышақпен алдыңғы жағынан пышақтың жүзін өзіне қарап кеседі дейді. Енді тарихшы болғасын салт дәстүрді осылай оқып жүреміз. Рахмет, үлкен құрмет. Рахмет. Сіз бәрін біреуге істеп өзіңіз дым істемей қалмайсыз я? Ана байлап береді, ана кесіп берсе, бұл жаққа қарай бүйтсеңдер, бергенді бүйтіңдер деп, я. Басшылық қызметтесіз ғой дейді, шынымен бұл кітап оқығаннан кейін көріп тұр бұл кісінің. Бұл дәстүр бойынша, бұл тарихы сол дейді. Ешкімнің ала жібін аттамасын деп, ала жіппенен тұсауын кесуге рұқсат. Бисмиллахиррахманиррахим. Менің қолым емес, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның қолы деп. Аяулымның тұсаукесер тойы құтты болсын, денсаулығы мықты болсын, қадамы құтты болсын, сәтті болсын, өмірі тәтті болсын. Рахмет. Келінжан, мұна микрофон біз саған бергенбіз, өлең айтасың ғой сен. Сен мұнда қойып қойыпсың ғой. Ал енді бастай бер әніңді. Қошеметке қол соғып қойыңыздар. Қолға тұрайық, кішкене қаттырақ, қошеметте. Бірінші жүргізіп алайық, айналдырып. Сосын таңдаймыз. Тұсауынды кесейін, жіпті шешейін, құтты болсын қаламын сен. Халыққа қарай шашыңыздар.